Алтын добарнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, бүгін біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз мынандай. Пеп Гвардиола өзіне керекті ойыншыны тапқан тәрізді. Хулиан Альвареске қызығып отырған клубтар көп, қай клубты таңдайды? Лига Европа, Лига конференцияның да финалға шыққан командалары анықталды. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып қойсаңыздар, біз өте қуанышты болар едік. Қолдап жүрген достарға алғыс айта отырып, бүгінгі жаңалықтарымызды бастаймыз. Кеттік. Манчестер Ситида осы маусымда жазғы трансферлік терезеде үлкен өзгерістер болады. Пеп Гвардиоланың қатты қалап отырғаны жартылай қорғанысты өзгерту. Родридан кейін біраз нәрсе белгілі болып қалды Манчестер Ситида, және Родридің орнын баса алатындай ойыншылар қарастыруда. Ол Лукас Пакета. Вест Хэмнің ойыншысы Лукас Пакетаға Пеп Гвардиоланың өзінің көңілі ауып отыр, және де басшыларға Манчестер Ситидің айтқан екен, осы Лукас Пакета керек деп. Себебі Лилдан келгеннен кейін ол АПЛ-ға бірден жақсы үйренді, және де тек қана үйреніп қойған жоқ, ортада креативті ойыншы екенін көрсете білді. Одан бөлек өзінің көшбасшы екенін де дәлелдеп тастады Вест Хэмда. Дәл осындай қасиеттері бар ойыншы керек болып тұр Пеп Гвардиолаға, және де Пеп Гвардиола қалайда Лукас Пакетаны жазғы трансферлік терезеде Манчестер Ситидің қатарына қосқысы келеді. Лукас Пакетаның өзі де жоғарылағысы келеді, команда ауыстырғысы келеді. 27 жастағы Пакета үшін Манчестер Сити өте жақсы таңдау тәрізді. Атлетико Мадридтің шабуылшысы Хулиан Альварес осы маусымда өте тамаша деңгейде ойын көрсетті, және де бұл Альваресқа тек қана Испанияның көзі түскен жоқ, Испаниядан сырт лигалардың да көзі түсті. Оның ішінде атап өтетін болсақ, Ливерпуль клубы осы жазғы трансферлік терезеде Хулиан Альваресті өздерінің қатарларына қосқысы келеді, және де кез келген ұсыныстар жасауға дайын. Және оның ішіндегі бір ұсыныс Дарвин Нуньесті Атлетико Мадридқа ұсынып отыр, және айырбас ретінде Хулиан Альваресті алып, Дарвин Нуньестің үстінен бір шама ақша ұсынады. Кейбір ақпараттарда 50 миллион евро деген ақпараттарда бар. Енді Дарвин Нуньесқа да жалпы Атлетико Мадрид қарсы емес сияқты, қаржылық жағдайымызды да реттеп қалатын сияқтымыз. Нуньесті көп көрім шабуылшы ғой деп Атлетико Мадрид ойланып жатыр дейді. Ал енді Хулиан Альваресқа Ливерпульдан бөлек Ла Лигада да қызығып отырған команда бар екенін білесіздер. Барселонада Хулиан Альварес Левандовскийдің орнын басатын ойыншы деп таңдап отырған жайы бар. Енді Альварестің агенті өзі таңдау жасайды, бірақ осы маусымнан кейін жазғы трансферлік терезеде Атлетико Мадридтан кететін сияқты. Тоттенхэм финалда кеше Бодø/Глимтқа қарсы ойын өткізді. Жалпы Бодø/Глимт деген Олимпиакосты, Айнтрахты, Портуды, Бешикташты өз алаңында талай мықтыларды жеңіп тастаған. Бодø/Глимттің үйіне қонаққа барып жеңу өте қиын, себебі ол жақта ауа райы қиын, жел, дауыл, жаңбыр, және де жасанды алаң. Осының бәрі Бодø/Глимтқа көмектеседі, бірақ кеше көмектесе алмады, себебі кеше тұғырлы Тоттенхэм барды. 2-0 есебімен жеңді, және де финалға шықты. Анжи Постекоглуға жалпы соңғы кезде Тоттенхэмнің жанкүйерлері біз риза болып жүрміз, себебі өзінің принциптарын қойды, команда үшін ойын қоя білді. Бұрынғы Анжи Постекоглу жоқ, қазір басқаша допты беріп ойнайтын болды, және соның арқасында кеше 31% ғана допты ұстады Тоттенхэм, бірақ ешқандай да қауіп тудырған жоқ Викарионың қақпасына, және сол пайызбен ақ 2 гол салып тастады. Екінші гол Порроның голының қандай тамаша болғанын өздеріңізде көрген шығарсыздар. Көрмеген болсаңыздар, біз Телеграм арнамызға видеосының бәрін салып қоятынымызды ескерте кетейік. Жалпы тұғырлы Тоттенхэм финалда. Тоттенхэм финалда, және де финалдағы қарсыласы Тоттенхэмнің Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед кеше Атлетик Билбаоны 4-1 есебімен жеңді. Жалпы есеп 7-1. Енді масқарасын шығарды. Атлетик Билбао бұндай қарсылас болады деп ойлаған жоқпыз. Атлетик Билбао ешқандай да қауқар таныта алған жоқ. Кеше үздік ойыншылардың бірі Казимиро болды. Казимиро жалпы Лиондағы ойынды да алып шыққан болатын. Естеріңізге салатын болсақ, кеше де үздік жақсы ойын көрсетті. Гол
гол да салды. Және де Казимиромен бірге жоғалып кетіп таппай жүрген ойыншылардың бірі Мейсон Маунтта ашылып келе жатыр. Екі ойын қатарынан гол салып жатыр. Кешегі 40 метрдан салған голы да бар, айналдырып тұрып. Өте тамаша ойын көрсетуде Мейсон Маунтта, Казимирода. Дәл осындай ойын Манчестер Юнайтедке жетіспей жүргені белгілі еді. Екеуі де өзінің деңгейінде тамаша ойнауда. Енді финалда қандай ойын көрсетеді көре жатарымыз. Жалпы Тоттенхемда, Манчестер Юнайтедта өздерінің тарихындағы ең нашар маусымды өткізіп жатыр. АПЛда соңғы орындардың қатарында, және де екеуі үшінде бірақ нәрсе қалды, осы Лига Европаны алу. Лига Европаны алу үшін екі команда да барын салады, және де бұл жерде Лига Европаны ұтатын болса, қаржылай жағдайларында реттеп алатыны белгілі. Ұтқан жағдайда 40 миллион евро алады. Чемпиондар лигасына қатысатын болады. Чемпиондар лигасында келесі маусымда кем дегенде 80 миллион евро табады. Екі команда үшінде өте маңызды финал, екеуі деңгейлес команда. Енді Лига Европаның финалда өте қызық болады. Англиялық финалды біз күтеміз. Лига конференция қызық емес болады деп кім айтты? Ол жерге Бетис шықты. Бетистің аңыз ойыншысы Антони бар, футболдың королі. Жалпы керемет ойнауда. Антони соңғы 5 ойында 4 гол салып тастады. Кешегі Фиорентинаны да өзі шығарып тастады десек те болатын шығар. Антонидің еңбегі зор, және де финалда Антони үшін жанкүйер болуға да болады. Ал Бетистің қарсыласы Челсидің финалға шығатыны белгілі еді. Бұл финалда өте қызық болады, және де асыға күтеміз. Ал енді Челсидің ақпараттарын жалғастыратын болсақ, Челси Миланның вингері Рафаэл Леоны қатарларына қосқысы келеді екен. Жалпы Миланда сатуға дайын, себебі осы маусымда кері пікірлер көп болды. Рафаэл Лео ойнай алмай қалды деп жатты, және де спорттық директорлармен де келіссөзге келе алмай, ара қатынастары бұзылып жатыр екен. Сондықтан да Рафаэл Леоға жақсы ақша ұсынатын клуб болса, Милан клубы сатуға дайын. Бұны да бақылап отырған Челси клубы дәл қазір ресми емес келіссөздерді ауызша жүргізіп жатыр деген ақпараттар бар. Рафаэл Лео Миланға барын салмайды, Миланға қазірдің өзінде ойнағысы келмейді дейді басылымдар. Бұндай мүмкіндікті Челси жібергісі келмейді. Челси өзінің қатарына жазғы трансферлік терезеде Рафаэл Леоны қосқысы келіп отыр. Ал достар, арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Біз сіздерден қашанда қолдау күтеміз. Ал қолдап жүрген достарға тек қана алғыс айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздер үшін футбол ақпараттарын жиі жеткізіп отыратын арнамыз. Назарларыңызға рахмет.